Ассаламу алейкум. Осы жақыннан бері қарай мына Қытайда болып отырған жағдайды бәріміз көріп келе жатырмыз. Мен де көп көріп, бүгін енді өзімнің біраз көз қарасымды айтайын. Бұған енді көзім жетті. Енді қателеспесем, бірінші, бұл қазір Қытайның ішіндегі бұл армия әскерилерді ары-бері тасып жөткету, бұл Чжан Юйшань мен Ши Цзиньпиннің күшімен күресу емес. Чжан Юйшаньның жағдайы болды. Оның сезоны кетті, аяқтасты, бітті. Екінші, бұл қазіргі Қытайның ішіндегі мына әскерилерді ары тасып бері жөткегені, бұл Тайваньға соқсам дегенде емес. Тайваньға әзір соқса алмайды, сөздің қысқасы. Не үшін? Тайваньға соқсатынан бұрын бұл Қытайдың орталық әскери бірлеспесі дейді. Сол мына Ши Цзиньпин басшысы, соны Чжан Юйшань екіншісі, соң астында 5 адам тұратын. Бұл қазір Ши Цзиньпин Чжан Юйшаньмен қосып 5 адам бірақ ұстап тастады. Ши Цзиньпин мен тағы Чжан Шыңмин деген екеу ғана қалды. Ал бұл екі адаммен бұл қалайша Тайваньға соғысты бастайды? Бастай алмайды, мүмкін емес, бастай алмайды. Енді тек қана осы әскерилерді ары-бері тасып жөткегенін енді түсіндіреді дегенде, бұл Ши Цзиньпин Чжан Юйшаньның осы қол астындағы адамдарына, осы 40 жылдан бері қарай бұның артында ілесіп келе жатқан братишкаларына, мисал оңтүстік соғыс районында ұзын уақыт тұрған болса, оны жөткеп апарып, басқа жаққа апарып, мисал батыс соғыс районға дейді. Оны Намбучан түші, оны ауыстырып, немнеге апарады. Шибудан түші, баяғы мына Түбет, мына Шығыс Түркістан, Шизан мен Шинжанға жауапты осы соғыс районға бір-бірін ауыстырады. Баяғыда ертеде кезде біздің ата-бабамыз, Шыңғыс хан ата-бабамыз сөйтіп еді ғой кісі. Бүткіл осы Найман, Керей, Қоңырат, Жалайыр, Меркітер, соң барақ бытшытын шығарып, араластырып, 10.000 адамнан бір групп құрып, сөйтіп соң кейін Жолшықхан, Чақатай, Жолшы, Чақатай, Оқатай, Төреге 4 ұлына сөйтіп, неміне бір ұлына 10.000-10.000-ға 40.000 әскері беріп еді ғой. Оны Ван Хужи деді ғой, оны Қытайшаны Ван Хужи деді 10.000 адам әскері деп. Сөйтіп еді ертеде. Бұл есек бас Ши Цзиньпин де соны үйреніп отыр енді. Ақылы жетпей енді біздің ата-бабамыздың ойлап тапқанын істеп отыр. Енді бұл немнен түсіндіреді? Бұл Ши Цзиньпин қазір 1949 жылы 10 айының бірі мына Қытай Халық Республикасының құрған Мао Цзедунмен тең болып отыр. Тең болды негізі. Айны уақытта мына Мао Цзедун мен Линбяо екеуі де сондай жақсы болып кеткен Линбяо деп қояды. Сол кезде Линбяо деген Мао Цзедуннан кейін адам деп оның заңға жазып тастаған бір кезде. Сөйткен. Мао Цзедун түмен мың жыл жасасын деп. Ван Суй деп. Линбяо дегенде Йонgyuan Чаңшинчен Каң деп осындай мәңгі денсаулығың мықты аман бол деп осындай екеуін тең көретін. Ал артында не болды? Линбяо қашты деп соң енді өлді. Самолеттан атылып өлді. Енді мына Чжан Юйшань мен Ши Цзиньпин баяғы сол ертедегі сол Мао Цзедун мен Линбяо сияқты болды міне. Мына Ши Цзиньпин Чжан Юйшань жеңіп алды. Енді Ши Цзиньпиннің жолын тосатын ешкім жоқ. Бүткіл дүнияда, бүткіл осы Қытайның ішіне ешкім жоқ. Мао Цзедун тіріліп қалмаса енді басқа ешкім жоқ, оның жолын тоса алмайды. Сонымен енді көреміз енді. Бұл қисық мойын енді ойына келген бәрін істейді. Ойына келген істейді, ойына келген. Енді Қытайдағы қазақ ұйғыр емес, өздерінің Қытайдарының күндері бір әңгімеге барады енді. Жарайды, бүгін үші сіздермен бөлісе кетейін. Сіздердің қалай көз қарастарыңыз бар? Өз көз қарастарыңызды комментарияның астына жазып кетіңіздер. Бөлісіңіздер, таратыңыздар, лайк басыңыздар. Маған тіркел қойыңыздар. Алтын саусақтарыңыз аямаңыздар. Жарайды, аман болыңыздар.